Достар, мен сіздерге бір қазақтың керемет салты бар. Тілдестіру деген салт туралы айтып бергім келіп отыр бүгін. Неге десеңіздер, бұл қазақта, жалпы біз қазақ ырымшыл халықпыз, өздеріңіз білесіздер. Көп нәрседен бізге тіл көз болды, тіпә деп жатамыз. Тіл көзім тасқа деп айтып жатамыз. Оның барлығы қазақтың ырымның бірі, ырым салттарының бірі. Мұны бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Мен өзім басымнан кешкен осы тіл көз тиіп, сондықтан тіл кестіру деген салт бар қазақта. Мен соны сіздерге айтып бергім, сіздермен бөліскім келіп отыр. Бұл салтты мен өзім жасағам, өзімнің басымнан кешкен дүние. Неге десеңіздер, мен өзім өмірде 5 бала тудым. Сон 5 баламның алдыңғы 2 балам өмірде шетінеп кетті. Кішкентай күнінде өмірден қайтып кеткен баланы қазақ шетінеп кетті дейді. Сон шапағатты болсын дейді. Сол күндердің бірі енді менің жас күнім о кезде. Сон жаңадан бірінші балалы болдым. Бірінші балам шетінеп кетті. Екінші және балалы болдым. Ол да шетінеп кетті. Енді о кезде шынын айтатын болса, бүгінгі күн мен жай ғана айтып отырғаным болмаса, о кезде менің жағдайым қандай болған екенін қазақтың енді жалпы бала туған анасы, әкесі барлығы түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан енді осы салтта, осындай жағдай кезде не істеу керек дегенді айтқым келеді. Сол 2 балам қайтып кеткеннен кейін мен енді жыладым, сықтадым, өмірдің барлық енді қиыншылықтары басымнан кешті деп айта аламын. Сол кездің бірінде біз енді тағы да бақсы бәлгерге кейде сенеміз, кейде сенбейміз, соған барамыз. Сол күндерде мен бір ауылымызда Қадиша деген, енді бүгінгі таңда ол кісі марқұм болып кетті, сондай бақсы болды да, бәлгер, енді емші болды. Сол кісіге бардым. Енді мен енді қатарынан 2 балам өмірден қайтып кетті. Енді мен не істеуім керек, не жағдай, мен қандай қателіктер жасап қойдым бұл өмірде, бұл неге мынандай жағдайға мен душар болдым деген, енді менде сұрақтар көп мазалайды ғой. Сондай жағдайда мен бардым да, сол кісі маған айтты: сізге көз тиген, тіл кестіру керек, сізге тіл тиген деді. Соңын ол қандай дүние деп ем, оны сен өзің 101 ғасыр жасаған өзіңнің әжең бар, енді сол әжеңнен сұра дегендей қылды. Соңын енді 90-ға жақындап қалған әжем бар болатын, мен үйге келіп әжемнен сұрадым: әже, енді мен осындай бақсыға барып маған тіл кестірді айтты. Өте дұрыс айтады деді әжем. Ол деген қазақта бар дәстүр, сен онда біз оны саған жасауымыз керек деді. О кезде менің өзімнің жеке отауым бар, киіз үйде тұрам, киіз үйге енді қазақтың әдемі бізге отауын көтеріп берген ата-енем. Содан кейін ол қалай жасалады деп әжемнен сұрап едім, әжем барын айтып берді. Бізді ауылда осындай жақсы білетін енді дұғасы бар, оның сол молдаларды шақыру керек. Содан кейін ол жаңағы саған дұғасын оқып береді, оның дәстүрін қалай жасайсың деді. Қалай жасаймыз деген кезде ол бір кезде ол не қойды, жаңағы мына жуанның шешкерген, ұзынның қысқарған кезі деген уақыттар бар. Сол кезде мен мал соясың дейді, кішкентай тоқты соясың құрбандыққа. Содан ол тоқтыны сойғаннан кейін оның жаңағы тілін табалдырыққа көмеді дейді. Неге табалдырыққа көмеді деген менде сұрақ болды әжемнен. Сол кезде әжем оны қатты түсіндіріп берді маған. Жалпы мына сен білесің бе дейді, киіз үй дегенде 3 әлем болады. Біреуі жоғарғы әлем, біреуі ортаңғы әлем, біреуі төменгі әлем дейді. Жоғарғы әлем деген ол біздің қазақтың киелі шаңырағы. Қазақтың ол шаңырақ 4 дүниені бағыттап тұр. Және күлдіреуші деген 4-ке бөледі шаңырақты. Ол неге десе 4 дүниені бағыттап тұр. Әлемнің 4 дүниесіне біздің енді жалпы өсіп өнгеніміз қазақтың, қарға тамырлы қазақтың тарағанын білдіреді дейді. Ал ортаңғы бөлім деген ол жаңағы біз есікті керме, табалдырықты аттама, босағанға сүйенбе, босағаның көзіне отырма деген қазақтары ырым тиымдар өте көп. Сол неге айтылады десек, осы жаңағы сол ортаңғы әлем деген сол жаңағы босаға, ол да киелі босаға аттаған сондай деп енді айтамыз ғой. Енді өзіміз өмірде көп нәрсеге біз оны қолданамыз. Ал енді төменгі әлемге келейік. Төменгі әлем не дегенде ол табалдырық. Біз табалдырықты баспа дейміз. Сөйтсек біз мына жалпы адам өмірінде кездескен жақсылықты да жамандықты да барлығын төменгі әлем сол табалдырықтың астына көмеді екен. Соны мен түсіндім. Содан кейін жаңағы малдың тілін дұға оқылды ғой, енді жаңағы тіл көз тиді деп малды сойдырасың, сол кезде дұға оқылады. Дұға оқылғаннан кейін тілін кесіп табалдырықтың астына көмеді дейді, отырған үйіңнің. Сон табалдырықтың астын кәдімгі шамалы қазып, соның астына малдың тілін көмдік. Енді көмгеннен кейін жаңағы малдың етін тек қана саған тіл тиді деген 2 адам, бір отбасы отырған, сен өзің жолдасың екеуің ғана жейсіңдер. Үйдеріңе
9 күннің ішінде сен осының етін жеп бітіресің дейді. Ал ол кезде холодильник деген жоқ, ауылда жазда лагердеміз, киіз үйдеміз, даже бізде свет те жоқ ол кезде. Содан кейін қалай болды? Біз ол етті боршалайды дейді қазақта. Қазанға тұзды салып, қазанға салып етті қайнатамыз. Сол қайнатқан етті жаңағы неге тұзға салып, кәдімгі қайнатып боршалап, киіз үйдің керегесін іліп қоямыз. Сен іліп қоясың, сен барлығын самсатып дейді. Сол кезде 9 күннің ішінде саған кім келсе де, атаң келсе де, енең келсе де, әкең келсе де, шешең келсе де, жаңағы 100-ге келген әжең келсе де, сен үйіңнен тамақ істеп бермейсің дейді. Айтасың дейді, біз тілгестіріп отырмыз. Біз осындай жағдай болды. Мен 2 баламнан айырылдым. Сол маған тіл тиді деп айтты. Сондықтан мен тілгестіріп отырмын деп сен ашық айтады екенсің. Ал сол кезде сол 9 күннің ішінде саған тіл болған адам саған кіріп келеді екен. Содан кейін біз енді осыны жасадық, жаңағы малды сойдық, дұғасын оқыттық, тілін кесіп алып табалдырыққа көмдірдік. Енді осының бәрін жасап отырған кезде, енді үйге әкем де келді, шешем де келді, анам да келді, енді ата, енем бәрі келіп жатыр, қаншама сыйласатын адамдар келді. Ешқайсына мен чай да бермеймін, тамақ да бермеймін, біз тіл кестіріп отырмыз, кешіріңіз дейміз, әңгімелесіп отырдық та шығып кетеді. Сөйтіп отырған кезде мен өзімнің бір жұмыстасым, бір әйелді ойлайтынмын, үнемі маған, ой, бұлбұл, сен қандай керемет әйелсің, сен деген қолыңнан істің барлығы келеді, сен деген сондай пысықсың, сен деген осындай өмірде барлығын жасайтын адамсың деп маған үнемі сөйтіп сұқтанып айтып жүретін. Мен оны балалық көңіліме ол кезде көп елеп ескермедім. Содан қайттым, сол алаңсыз жүрген кездерде мүмкін сол адамның тілі болған. Бірақ бұл жерде тағы бір айтатын нәрсе, адам өзі менің әдейі осы кісіге тілім тисін, көзімнің соғы тисін деп жасамайды дейді. Ол өзі ар жағынан Алланың тағы да сондай бір сиқырлы дүниесі сияқты. Ол адам өзі білмейді, бірақ ол адамның тілі маған өтіп кеткен. Сондықтан мен дәл өзімнің күдіктенетін сол адамым жаңағы 9-шы күннің 7-ші күнінде келді. 9 күннің енді 2-ақ күн қалды. Ой, ешкім мен ойлаған адамдарым келген жоқ деп мен көңіл күйден түсіп, енді күнде тек қана ет жейміз, етті біресе қуырып жейміз, біресе пісіріп жейміз, біресе былай жейсің, біресе былай жейсің. 2-ақ адам бір малдың етін 9 күнде тасу оңай ма? Бірақ кішкентай тоқты болған. Соны сөйтіп жеп отыр, етіміз де таяп қалды. 9 күнге бөліп тастаған, мынаны бір күн істеймін, мынаны бір күн істеймін, мынаны таңертең жейміз, мынаны түсте, мынаны кешке жейміз деген сияқты бөліп қойған. Енді шынын айтатын болса, жаспыз, бірақ өмір бізді соған итермелеп отырғандықтан мен оны жасауыма тура келді. Сондықтан мен оны жасадым. Содан енді сол жаңағы 2-ақ күн қалды, 2-ақ күн қалып отырғанда менің ойлаған сол бір әйел кіріп келді. Менімен жұмыстас болды. Мен өзім ол кезде банкіде істеймін, бухгалтер экономисті болғам, ал ол әйел менің қасымда есепші болған. Енді ол кісі қазір марқұм болып кетті өмірден. Сон келді, сон келген кезде мен жүрегім дір ете түсті де. Содан кейін кісіге енді кішкене андай даусым да бір түрлі болған шығар, енді көңіл күймеден де сразу келген шығар, маған сезілді. Сол кезде мен айттым, тәте дедім, сізге мен жай тамақ істеп бере алмаймын, мен осы тіл кестіріп отырмын, сіз білесіз, мен өмірде 2 балам қайтып кетті, мен осы үшін мен бақсы бәлгерге бардым, енді мен қазақта осындай салт бар екен, әжем айтты, сол үшін мен осы салтты жасап отырмын, мені кешіріңіз деп. Мен чай да бермедім, тамақ та бермедім. Ол кісі жан-жағына қарап тұр. Енді білесіздер ғой, мен киіз үйдің өзім шеберімін, үйімнің іші деген музей, киіз үйдің іші қаншама қолөнерден жасаған дүние, барлығына тамсанып қарап отырып, біраз отырып та, енді өзі де түсінді ме, менің де кішкене қабағым қатқыл болды ма, ол адам шығып кетті. Содан менің көңілім қалай екен білмеймін, өзінен өзі жайланып сала берді. Содан міне осы салтты мен жасадым. Сон 9 күн өтті. 9 күннен кейін күліп, енді мен ойлаған адамым келді, біздің тіл кестіру салтымыз осылай әдемі өтті деп ағайын туысыма қайтадан шайымды бердім, басқа малымды сойып. Сонда енді міне содан кейін мен жақсы болып кетті дүниенің барлығы. Өзім 3 бала қайтадан өмірге әкелдім. Қазір немерелерім бар, сол бала шағам Аллаға шүкір өсіп өніп келе жатыр. Сондықтан мен енді осы бір көкірегімде жүрген, көкейімде жүрген осы бір қазақтың салты әдемі, осы да өмірде жалғасын тапса, мен сияқты өмірде сондай бір жолы болмай қап, сондай бір кездескен адамдар осындай қазақтың бір әдемі салтын жасап, көңілімдегі кірінен арылып, қайтадан жақсы өмірге қадам басып кетсе екен деп, мен осыны сіздермен бөлісіп әңгімелеп отырмын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.